Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен анимация жасау сабақтарын ары қарай жалғастырамыз. Қазір жарнаманың басым көпшілігі ол әлеуметтік желілерде, әсіресе Instagram әлеуметтік желісінде. Себебі білесіздер, онда өте көптеген ақпараттар бар, әдемі контент, сәйкесінше үлкен аудитория. Бұл бір жағынан қарағанда өте пайдалы, себебі сізді тыңдайтын адам табылады, ал екінші жағынан ол аудиторияның назарын аудару өте қиын. Себебі қазір әлеуметтік желіні қолданушыны алғашқы 3-5 секундта қызықтыра алмасаңыз, онда әрі қарай сіздің өніміңіз қанша мықты болғанымен, сіз аудиторияны ұстап қалу сізге өте қиынға соғады. Себеп, әрине ақпараттың тым көптігі, барлық адамға барлық ақпаратты қарап үлгеру керек. Біз осыдан алдыңғы сабақтарда жақсы постер жасаудың құралдарын берген болатынбыз. Әрине әлі де береміз. Ал бүгін әдемі анимация жасаудың сабақтарын қарастырамыз. Ал нақты айтқанда бүгінгі сабақта сторизге анимация жасауды үйренеміз. Енді сториз дегенді білмейтін адам қазір жоқ болар. Ол өздеріңіз білетіндей 15 секундтық және 24 сағат сақталатын қысқа анимациялық ролик немесе жай ғана бейнелер. Инстаграмның зерттеуінше қазіргі адамдар лентаға, яғни ұзақ посттарға қарағанда сторизді көбірек қарайды. Яғни оның қазіргі кездегі тенденциясы өте жоғары. Бұл енді сіздің мәселеңізді одан да күрделендіре түседі деген сөз. Енді сіз баяғыдай өзіңіздің өніміңізді 1 минутта емес, 15 секундтың ішіне сыйдыра алуыңыз керек. Бұл әрине оңай шаруа емес, бірақ шешім бар. Ол әрине анимациялық бейне немесе бейне роликтер. Сондықтан өзіңіздің курсыңызды немесе сабағыңызды немесе қандай да бір авторлық жобаңызды, білім саласындағы жобаңызды қанша көп әдемі жазғанмен оларды ұстап қалатын нәрсе ол әдемі постер немесе мықты анимациялық бейне немесе бейне ролик. Сонымен біз неден бастаймыз? Ол үшін әрине арнайы сервистер өте көп. Соның бірі supa.ru деп аталады. Міне мен сіздерге көрсетейін. Әрине сілтемесі осы видеоның сипаттамасында болады. Бұған дейінгі сервистерден байқағандарыңыздай, әрине 100% толығымен тегін сервистер табу өте қиын. Бұл сервистер тура сондай, өзінің белгілі бір ақылы тарифтері бар. Ең алдымен сол ақылы тарифтермен таныса кетейік. Ол үшін сіз цены бөліміне кіресіз. Мұнда сізге 3 түрлі тариф ұсынады. Біріншісі ол әрине тегін тарифі. Тегін тарифіде көп нәрсеге шамасы жетеді. Сіз бұл жерде өте көптеген видеороликтер жасай аласыз, бірақ та белгілі бір функциялар сізге қол жетімсіз болады. Және әрбір видеоның ұзақтығы 40 секунд қана болады бұл тарифте, және барлық шаблондар қол жетімді. Бірақ та бір нюансы бұл жерде сіз видеоны жасап болғаннан кейін осы сервистің логотипі видеоның бір жерінде көрініп тұрады. Сондықтан ол сізге қосымша кедергі туғызбаса, сіз осы тегін тарифін толығымен қолдана берсеңіз болады. Енді премиум тарифі бар. Премиум тарифінде 990 рубль айына. Бұл жерде сапасы HD сапасына дейін, яғни 720p-ға дейін жүктеп ала аласыз. Және бұл сервистің логотипі толығымен алынып тастайды. Фоновая музыка қойылады, GIF ретінде жүктеп алсаңыз болады, және де 90 секундқа дейін видео жасау беріңізге болады, анимация жасай беріңізге болады. Тура солай премиум плюс, енді бұл тым мықты, яғни компаниялар үшін арналған, сондықтан бұл тарифті қарастырмай қойсақ та болады. Енді ары қарай жұмыс жасау үшін әрине бұл сервиске де тіркелу қажет. Ол үшін сіз оң жақтағы жоғарыдағы регистрация батырмасын басасыз. Бұл сервиске регистрация жасау өте жеңіл, яғни бар болғаны сізден электронды мекен-жайды ғана сұрайды. Яғни электронды мекен-жайыңызды мұнда енгізесіз. Және де электронды мекен-жайыңыз болған соң зарегистрироваться батырмасын басасыз. Және сіздің электронды мекен-жайыңызға хат келеді, растау хаты. Сіз сол растау хатындағы сілтемеге басасыз, және сіз бұл сервиске тіркелдіңіз деген сөз. Енді біз бұл сервиске бұған дейін тіркеліп қойғанбыз, сондықтан біз бірден аккаунтқа кірейік.
Сервиске кіргеннен кейін ең алдымен сізге мои видео бөлімі ашылады, яғни сіз бұған дейінгі жасаған видео анимацияларыңыз бұл жерде қолжетімді болады, көрініп тұрады, яғни бірақ та біз қазір жаңадан анимация жасауды көрсетейік. Ол үшін сіз мои видео бөлімінен кейінгі тұрған создать батырмасын басасыз. Және де мұнда сізге қарасаңыз, сол жақ бұрышында бұған дейінгі дайын шаблондарды көрсетіліп қояды. Яғни осында көрсетілген барлық шаблондарды сіз тегін қолдана аласыз. Одан кейін, егер де оң жағына қарайтын болсақ, бізде бірнеше бөлімдер бар. Яғни бұл жерде сіз, яғни өзіңіздің видеоңызды нөлден бастап жасау үшін, мысалы сізге бірнеше типтағы видеоларды көрсетіліп қойған, мысалы квадраттық, немесе сторис, горизонтальды, және де Facebook'тың обложкасы, және де өзіңіз қалаған қандай да бір өлшем, Ал біздің жағдайда бізге қызығы ол сторис бөлімі, Сторис бөліміне басатын болсақ, онда біз өзіміздің видеомызды нөлден бастап жасай аламыз. Бірақ та біз сізге, егер сіз жаңа қолданушы болсаңыз, нөлден бастап жасауды кеңес бермейміз, себебі ол сізге үлкен қиындықтар туғызуы мүмкін. Сондықтан біз сізге бұған дейінгі жасалған дайын үлгілерді қолданып, өзіңіздің анимацияңыз жасауға кеңес береміз. Ол үшін сіз бұған дейінгі айтқан, мұнда көрсетілген дайын үлгілерді қолдансаңыз болады. Енді мұнда көріп отырғандарыңыздай өте көптеген тақырыптар бар, ал енді біз нейтралды бір тақырыпты алайық. Ол үшін сіз мұндағы лучшие шаблоны бөліміне кіріңіз. Сол кезде сізге мұнда дайын анимацияларды көрсетіп қояды. Өте керемет, өте әдемі анимациялар. Енді біздің жағдайда бізге қызығы ол сторис жасау. Ол сторис жасау үшін сіз мұндағы ең соңғы тұрған батырма, яғни сторис бөліміне кіресіз. Сол кезде мұнда сізге тек қана сториздер ғана ашылады. Енді біз қазір өзімізге кез келген бір шаблонды таңдап, соны өзгерту арқылы өзіміздің сторимізді жасап көрейік. Мысалы, маған мына бір шаблон ұнап тұр. Мен осы бір шаблон таңдаймын. Және де бізге осы шаблонның ішіне кіргеннен кейін бірден өзгертуге кіріссек болады. Енді көрініп тұрғандай, бұл бізде спортқа қатысты шаблон болып табылады. Біз енді осыны өзіміздің, яғни білім жобаларына қатысты етіп өзгертіп көрейік. Ең бірінші неден бастаймыз? Ең бірінші біз артындағы фонды өзгертейік, яғни ондағы видеороликті өзгертсек болады. Ол үшін біз мұнда жоғарыда көрсетілген, добавить объект, добавить текст, фигуру, немесе изображение. Изображение деген бөлімге кіріп, біз артындағы фонды өзгерте аламыз. Ол үшін сізде екі жол бар. Бірінші, өзіңіздің жеке видеоңызды немесе суретіңізді жүктеу, немесе осы платформаның ішіндегі видеоларды таңдау. Енді біздің өзімізде ондай видео жоқ, сондықтан біз осының ішіндегі кез келген бір видеоны таңдап көрейік. Ол үшін сізде мұнда фотографии, видеоролики, живые фоны, осылардың кез келген таңдасақ болады. Енді бізге қажеттісі қазір мысалы видеоролики болсын. Біз видеоролики бөліміне кіреміз. Енді мұнда өздеріңіз көргендей барлық тақырыптарға видеороликтер жасалған дайын. Енді біздің тематикамыз ол мұғалімдік болғандықтан, немесе мектеп саласы болғандықтан, біз мұнда өзімізге қажетті кілт сөзді жазамыз. Енді біздің жағдайда ол учитель деген сөз болсын, біз орысша жазайық. И мұнда білім саласына қатысты бізде видеолар шығады. Енді осының ішінен өзімізге ұнаған кез келген бір видеоны таңдайық. Өте көптеген видеолар бар. Мысалы, маған мына бір видео ұнап тұр. Уақыты да бізбен сәйкес келеді. Мұнда ұстаз отыр, глобус және балалар. Өте жақсы видео сияқты. Осы видеоны таңдап көрейік. Таңдап болғаннан кейін бірнеше секундтай бұл жерде видеоны өңдейді, яғни біздің форматымызға сәйкестендіреді. Және мұнда видеоның қай бөлігін таңдау керек екенін сұрайды. Енді біз мұнда мұғалімді міндетті түрде көрсетейік және бір оқушыны көрсетейік. Сонымен қатар негізгі фокус ол бізде глобус болып тұр. Енді біздің тематикамызға сәйкес келеді деп ойлаймын. Сондықтан өзіңіздің
талғамыңызға сәйкес сіз видеоларды өзгерте бересіз. Бәрін жасап болғаннан кейін мұнда вырезать отрезок деген бөлімді басамыз. Және де бірнеше секундтардан кейін сіздің видеоңыз ол өзіңіздің осы анимацияларыңыздың қасына жүктеледі. Жақсы. Енді біз артындағы фонды жасадық. Бір тексеріп көрейік. Мұнда барлығы жасап тұр. Енді бетіндегі оболочканы қайттан қоя саламыз. Осыны жасап болғаннан кейін біз енді өзіміздің тексттерімізді өзгертуге кірісейік. Ең бірінші мұнда username деген сөз бар. Бұл жерге сіз өзіңіздің әлеуметтік желіңіздің мекен-жайын көрсетсеңіз болады, немесе ұйымның атын көрсетсеңіз болады. Енді біздің жағдайда біз ұйымның атын көрсеткеніміз ыңғайлырақ, тиімдірек немесе. Ол бізде Biostaz. Және де шрифтті кішкене үлкейтсек болады. Оны біз мұндағы тексті жазғаннан кейін соның астындағы әртүрлі параметрлерге қарап, осы жерден өзгерте берсек болады. Сондай-ақ біз осы жердегі жазуға анимация қойсақ болады. Ол жерде қарасаңыз, мұнда 3 түрлі анимация бар, яғни бастапқы, ортасындағы, негізгі, яғни және соңындағы. Енді бізге бұл сөз соңына дейін тұрғаны қажет болып тұр, сондықтан алғашқысына және соңғысына қоймай қойсақ болады, біз ортасына, яғни основная анимация қойсақ болады. Ол жерде бізде мұнда әр түрлі анимациялардың түрі бар. Бір-екеуін көрсетейік. Мысалы, движение деген бөлімі. Егер де мұнда бағытында таңдай аласыз әртүрлі. Мысалы, біз басқан кезде Biostaz деген сөз кішкене жоғары қарай жылжуда. Немесе әртүрлі вибрация мысалы қойсақ болады. Мына біздің Biostaz деген сөзіміз вибрация жасалып тұр. Немесе мынандай нұсқада, әртүрлі нұсқада бар. Легкие вращения, уменьшение, увеличение. Қысқасы өзіңіздің талғамыңызға қарай таңдай бересіз. Енді келесі нәрсе ол бізде осы курстың аты. Мысалы, мұнда в ритме здоровой жизни сөзінің орнына біз өзіміздің курсымыздың аты, яғни ұстазға қажет, пайдалы, 20 креативті құрал. Және де тура солай біз осы текстің шрифтін ауыстырсақ болады. Немесе өлшемдерін үлкейтіп немесе кішірейтсек болады. Мысалы өзімізге ыңғайлы қылып. Барлығы жасап болғаннан кейін астында қосымша текст бар. Біз қосымша тексттің орнына тағы да осы курс жайлы бір нәрсе жазсақ болады. Мысалы, табыс әкелетін дағдыларды үйреніңіз. Тура солай текстті өзімізге қажет етіп қойып аламыз. Сондай-ақ біз мысалы осы текстке анимация қойсақ болады. Мысалы, по словам деген бөлім бар. Сіз мұнда таңдасаңыз, сөздер бірінен кейін бірі шығып тұр. Мына осылай қойсақ болады. Енді келесі сөз ол бізде листай вверх. Бұл батырма не үшін керек екенін жақсы білесіздер, себебі біз бұған сілтеме қоямыз. Енді листай вверх қазақша болатын болса, ол жоғарыға көтеріңіз. Жоғарыға көтеріңіз. Шрифтті өзгертейік мұнда. Жоғарыға көтеріңіз. Меніңше дайын болды. Басынан бастап бір көріп жүрейік. Ол үшін мұндағы play батырмасын бір рет басамыз. Болды. Енді қарасаңыз, соң жағында бізде сөздер ерте өшіп қалды, ал одан кейін видео кішкене жалғасып кетті. Бұл мен ойымша кішкене дұрыс емес. Барлығы бірден басталған және біткен дұрыс. Сондықтан біз мұндағы қарасаңыз, әрбір әріптің, сөздің немесе әртүрлі фигуралардың уақыт аралығы бар. Сол жерден біз алып, жай ғана мышканың көмегімен осылай тарта аламыз. Сол кезде біздің сол фигура видеоның соңына дейін қойылатын болады.
Барлығы сізге ұнап тұрса, барлығы ойдағыдай болса, яғни видеоңыз осымен дайын болса, онда сіз мұндағы сохранить батырмасын басасыз. Және видеоңыз сақталғаннан кейін сіз мұндағы скачать батырмасын басасыз. Және мұндағы кейбір баптауларды көрсетесіз. Енді біздің жағдайда мұндағы кейбір функциялар бізге қол жетімсіз, себебі бізде қазір тегін тарифі орнатылған. Енді біз мұндағы барлық баптауларға келісеміз, және де мұнда біз менің электронды адресіме сілтемені жібер деген галочканы қойып, мұндағы жасыл батырма, яғни сгенерировать батырмасын басамыз. Сол кезде өте аз уақыт аралығында сіздің видеоңызды өңдеп, шамамен 30 секундтың ішінде дайындап береді. Егер ваше видео готово деген сөзді көрсеңіз, онда сіз осы видеоны өзіңіздің компьютеріңізге жүктеп алсаңыз болады. Ол үшін сіз мұндағы скачать на компьютер батырмасын бір рет басасыз. Сонда сіздің видеоңыз өзіңіздің компьютеріңізге жүктеледі. Және жүктеліп болғаннан кейін сіз өзіңіздің видеоңызды көрсеңіз болады. Яғни мынау біздің жаңа ғана жасап шыққан видеомыз. Сізге видео ұнады деген ойдамыз. Сіз енді өзіңіздің алғашқы сторизге арналған анимацияны жасай аласыз деген ойдамыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.